Қайырлы күн, бүгін сіздерге дәмі ерекше болатын және столыңыздың көркін ашатын салаттардың бірін жасаймыз. Видео ұнаса тіркеліп, ой-пікірлеріңіз бен комментарийде бөлісуге болады. Ал салатымызды бастайық. Ол үшін картоптың сыртын ең алдымен жуып, мундир қылып пісіріп аламыз. Мен алдын ала пісіріп қойдым, соны осылай бөліктерге бөліп, табаға сары май салып, екі жағын қуырып аламыз. Кейін фасольді де майға 3-4 минут қуырып, ыдысқа бөлек салып қоямыз. Ендігісі черриді 4-ке бөліп, одан соң перепелканың жұмыртқасында 2-ге кесіп тураймыз. Келесі соус дайындаймыз. Ол үшін лимон шырынына қыша және олив майын құйып, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Енді салатымызды жинаймыз. Ең алдымен шөптерді салып, шетіне осылай әдемілеп картопты қоямыз. Кейін жоғарғы жағына фасоль, одан соң тунец балығын саламыз. Ендігісі шеттеріне черри қоямыз. Және жоғарғы жағына жұмыртқамызды әдемілеп қойып шығамыз. Ең соңында соусымызды барлық жеріне құямыз. Міне салатымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.